Яшық дегеніміз не, және оны қалай құрамыз? Яшық деген мына Қанішер Назарбаев Тоқаев жүйесіне қарсы жасырын түрде күрес ұйымдастыратын қозғаушы күш, ядро сопротивления. Бұл жүйені бейбіт жолмен кепілді түрде құлату үшін бізге небәрі 4000 яшық құру қажет. Әр яшықта орташа есеппен 5 адамнан деп есептесек, біреуінде біреу, біреуінде жетеу, біреуінде 10. Ол 20 000 яшық өкілдері. Міне осы яшықтардың алдында тапсырма, жасырын түрде жұмыстарын жасап, митингіге кепілді түрде 100 000 адамды шығару, сондай-ақ 5 000 полиция қызметкерлерін қару-жарақпен халықтың қатарына өткізу. Міне осы полиция қызметкерлері жаңағы митингіге шыққан халықты қорғайтын болады. Яшықты құру оп-оңай. Телеграмнан создать чат-группу деп чат ашасыздар. Сол чатқа өздеріңіздің сенімді адамдарыңызды қосасыздар. Сондай-ақ штаб өкілдерін Заманбек Тілеулиев, Елдос Нәсіпбековті қосасыздар. Сіз бен бізден басқа яшық ашқаныңызды ешкім білмейтін болады. Яшықтар бір-бірімен байланыспайтын болады. Олардың барлығы жасырын түрде тек қана штабпен жұмыс жасайды. Міне осылай яшықтардың арқасында біз бейбіт жолмен тек белсенді әрекеттің арқасында жүйені құлатамыз. Белсенді болыңыздар, яшық құрыңыздар, штабқа байланысқа шығыңыздар. Алға Қазақстан!